Сәлеметсіздер ме? Мен Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Қуатова Гүлдана Алайдарқызы. Менің жаппай онлайн курсыма қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы арнайы медициналық топ студенттері үшін дене жаттығуларын орындауға қарсы көрсетілімдер. Арнайы медициналық топ студенттерінің ерекше білім беру қажеттіліктері, оларды міндетті түрде есепке алуды және ұсыныстарды нақты орындауды қамтиды. Атап айтқанда келесі қарсы көрсеткіштер: 1. Аурудың өткір түрлері: қалтырау, катаральды өзгерістер, дене қызуының жоғарылауы және 2. Бас айналу, жүрек айну, әртүрлі локализацияның ауырсыну шағымдары, жүрек соғысы, әлсіздік және 3. Жарақат алған кезде көгеру, сыну, созылу, гематома және 4. улану. 5. Мұрынмен тыныс алудың айқын қиындықтары. 6. Ауыр брадикардия немесе тахикардия. 7. Егер қан кету қаупі болса, етеккір кезеңі, тісті жұлу, мұрыннан қан кету және 8. Дененің бейімделу қабілетінің төмендеуі. Жоғарыда көрсетілген қарсы көрсеткіштер барлық медициналық топтардың студенттеріне қатысты. Басқа жағдайларда жаттығу қолдану үшін көрсетілген. Алайда арнайы медициналық топ студенттерінің денесі мен денсаулығына қауіпті әсер етуі мүмкін бірқатар жаттығулар бар. Оларға мыналар жатады: 1. Жылдам қарқынмен жүгіру, әсіресе орта және ұзақ қашықтыққа. Тірек қимыл жүйесіне, жүрек тамыр және тыныс алу жүйесіне айтарлықтай жүктеме. Төменгі аяқтың байлам бұлшықет аппаратының зақымдану қаупі, тірек қимыл жүйесінің ауытқуларының дамуы, жедел жүрек жеткіліксіздігінің пайда болуы, созылмалы аурулардың өршуі. 2. Бастың өткір немесе жоғары амплитудалық қозғалыстары. Айналмалы қозғалыстар, бұлыстар, оларды орындау кезінде жұлын нервтерінің тамырлар мен мойын тамырларының қысылу қаупі жоғары болуы мүмкін, содан кейін неврологиялық және тамырлы бұзылулар. Жоғары амплитудалық қозғалыстар рецепторлардың патологиялық тітіркенуі мен мойын омыртқасының шамадан тыс созылуына әкелуі мүмкін. 3. Әртүрлі бастапқы қалыптан жоғары амплитудалы және өткір дене қозғалыстары, айналмалы қозғалыстар, бұрылыстар, еңкейтулер, бұралулар. Оларды орындаған кезде омыртқаның байлам бұлшықет аппаратына үлкен жүктеме, түзетілген аяқтары бар күрт терең көлбеу кезінде құрсақшілік қысымның жоғарылауы мүмкін. 4. Тірексіз ілу, арқанмен өрмелеу, штангаға тартылу және бұл жаттығуларды орындау кезінде омыртқаның және жоғарғы аяқтардың байлам бұлшықет аппаратына үлкен жүктеме, іштің ішіндегі қысымның жоғарылауы және жүрек тамыр жүйесіне үлкен жүктеме болуы мүмкін. Грыжа, иық жарақаты, ішкі ағзалардың пролапсы және қаупі артады. 5. Көпір. Бұл жаттығуды орындау кезінде рецепторлардың патологиялық тітіркенуімен мойын және бел омыртқасында шамадан тыс созылу пайда болады. Жұлын нервтерінің тамырларының қысылу қаупі жоғары және тамырлы бұзылулар. 6. Терең көлбеу артқа, қайық, садақ. Бұл жаттығуларды орындау кезінде мойны мен бел омыртқасының шамадан тыс жүктелуі, жұлын нервтерінің тамырларының қысылуы мүмкін. Бұл жағдайда омыртқаның байлам бұлшықет аппаратының зақымдану қаупі, неврологиялық және тамырлы бұзылулардың пайда болу қаупі артады. 7. Бас пен қолдағы тіреу, қайың, соқа. Бұл жаттығуларды орындау кезінде омыртқаның байлам бұлшықет аппаратына артық жүктеме, артериялық және бассүйекшілік қысымның жоғарылауы мүмкін. Қан айналымының бұзылуы, мойын омыртқасының жарақаты және грыжаның пайда болу қаупі артады. 8. Айналдыру, алға, артқа. Бұл жаттығуларды орындау кезінде мойын омыртқасына артық қысым пайда болады, омыртқа аралық дискілердің, мойын нервтері мен тамырларының қысылуы. Мойын омыртқасының жарақат алу қаупі жоғары. 9. Денені позициядан көтеру, шалқасынан жатып, жылдам қарқынмен отыру, әсіресе түзу аяқтарды бекіту кезінде. Бұл жаттығуларды орындау кезінде мойны мен бел омыртқасының байлам бұлшықет аппаратына шамадан тыс жүктеме, артериялық және ішілік қысымның жоғарылауы байқалады.
Байлам бұлшықет аппаратының, омыртқаның зақымдану қаупі, грыжаның пайда болуы және бүйректің патологиялық қозғалғыштығы. 10 алға қарай терең өкпелер, жартылай жіп. Бұл жаттығуларды орындау кезінде шап аймағындағы байламдардың, тізе буынының байламдарының, тізесінің зақымдану қаупі артады. 11. Аяқтың жоғары амплитудалы немесе өткір ұшуы, алға қарай, артқа қарай, әсіресе бастапқы қалыптан артқа қарай, серпілу, тізе бүгіп тұру. Бұл жаттығуларды орындау кезінде бел омыртқасына шамадан тыс жүктеме болуы мүмкін. Омыртқаның байлам бұлшықет аппаратының айтарлықтай созылуы, омыртқа аралық дискілердің қысылуы, іш қуысының қысымының жоғарылауы. Омыртқаның байлам бұлшықет аппаратының зақымдану, грыжа пайда болу қаупі артады. 12. Жылдам қарқынмен секіру, әсіресе асимметриялы бұрылыстармен қатты бетке секіру. Бұл жаттығуларды орындау кезінде тірек қимыл аппаратына, жүрек тамыр жүйесіне жүктеме артады, бас сүйекшілік қысымның жоғарылауы. Төменгі аяқтың байлам бұлшықет аппаратының зақымдану қаупі, тірек қимыл жүйесінің ауытқуларының дамуы, созылмалы аурулардың өршуі жоғарылайды. 13. Жылдам қарқынмен арқаңызда жатып, бастапқы қалыптан тік аяқты көтеру. Бұл жаттығуларды орындау кезінде дененің төменгі жартысы мен төменгі аяқтың байлам бұлшықет аппаратына шамадан тыс жүктеме, іш қуысының қысымының жоғарылауы байқалады. Грыжа және бүйректің патологиялық қозғалғыштығы қаупі артады. 14. Спорттық снарядтардан секіру, ат, ешкі арқылы. Бұл жаттығуларды орындау кезінде омыртқа мен аяқ-қолдардың байлам бұлшықет аппараттарына шамадан тыс жүктеме, құрсақшілік қысымның жоғарылауы мүмкін. Омыртқаның зақымдану қаупі жоғары, әсіресе құйрық сүйегі, шап аймағындағы байламдардың зақымдануы, грыжа пайда болуы. 15. Бұрыш, қайшы жаттығулары. Бұл жаттығуларды орындау кезінде дененің төменгі жартысы мен төменгі аяқтың байлам бұлшықет аппаратына шамадан тыс жүктеме, іш қуысы қысымының жоғарылауы мүмкін. Шап аймағындағы байламдардың зақымдану қаупі, грыжаның пайда болуы, бүйректің патологиялық қозғалғыштығы және тамырлы бұзылулар, соның ішінде варикозды тамырлар. Келесі дәрістің тақырыбы өткен аурулардан кейін дене шынықтыру сабақтарын қайта бастау. Назарларыңызға рахмет.